Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде ват прокат өкілі Бауыржан. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, брат. Бүгін бізде интервью болады. Аренда жайлы, электровеликтер, келешекте қалай дамитын. Өзің жайлы таныстырып кетсең, Баука, қалай басталды бұл? Есімім Бауыржан болады, осы ват прокат компаниясының менеджері или осы сияқты үшін бастан бері жүрген өкілі боламын десем де болады. Негізі біздер аренданы бастағалы осы уақытқа дейін сатумен айналысып жүргенбіз. тикток арқылы, каспимен, сосын Россияға да тауарлар сатып жүрдік. Солай үшін енді біздің тауарлар тек сезонный болғандықтан, мысалға жазда сатылатын болғандықтан біздер қыста ойлай бастадық. Қыста бір бос отырмайық, тағы да бірдеңе қарастырайық, не істесек болады деген бір ойлар келді. Жазда ойланыпаттық уже. Қыста жазда өзіміз сауда ол кезде жүріп атты. Сонда да бірақ қыста ертең бос отырып қалмайық деді да, не істейміз деп Россияның рыноктарын қарай бастадық. Осы электровелосипедтер жайлы сөйтсек, Россияда үшін қыс бойы электровелосипед, аязда электровелосипедпен үшін күрлері арендада жүреді екен. Соны бізде қарады, неге бізде осындай істемеске деген сияқты. Сосын біздің өзіміздің Қазақстан рыногын қарай бастадық. Қазақстанда қандай электровелосипедтер бар арендада жүрген деген сияқты. Сол кезде біздің Қазақстанда қараған кезде екі компания болды. Ол кезде біздер бастап жатқан кезде Майренд және Фастмайл деген компания. Майренд российский компания, Крути колеса деген соның компаниясы, если шатаспасам, солай естігем. Фастмайлден білмеймін. Фастмайлда осы жақта, по-моему, өзіміздің бауырлар істеп жатыр ғой деймін, если шатаспасам. Бізде Қазақстаннан қарай бер, оларда бір рынокта жүргендеріне 2 жыл болыпты. Сонымен бізде тәуекел етіп бірінші 53 шақты электровелосипедтерімізді заказ беріп көрдік. Оны заказ бермес тұрын бізде бірінші өзіміз анда аккумуляторын тестировать етіп, если біздің тикток каналды қарап отырсаңыздар, Қапшағайға барып келгенбіз, тестировать етіп, қандай аккумулятор қойсақ болады деген сияқты. Сөйтіп бір аккумуляторлық 50 амперлік 48 вольттық аккумулятормен 50 велосипед заказ бергенбіз. Сол велосипед үшін қыс бойы бізде арендада жүрді. Жақсы жүрді, шүкір. Бәрі былайша айтқанда ешқандай андай өтпей қалған жоқ, не емес, бәрі арендада жүрді, потому что мопедке қарағанда кішкене велосипедпен жүрген үлкен кісілерге, мысалға менде болды, әйел кісілер келді, мопедпен жүре алмаймын, қорқамын, кішкене қыстан жер тайғақ деген сияқты алып жатқан кісілер көп болды. И айтпақшы, қыста именно электровеликпен ыңғайлы сияқты. Мопедпен жолда тайғақ, электровеликпен тротуарда жүрсең де андай аяғың былай болады да. Сол кезде мысалы қыста еще дөңгелектер кіші, андай сәл жерге более приземленный да, и ыңғайлы екен. Қыста осымен жүріп. Бізде тем более жазда енді заказ беріп жатқан кезде электровелосипедтерді түсіндік, примерно бір ноябрь, октябрьға қарай келетін. Сонымен сразу заводқа айттық, қыс дөңгелектер дегенде андай протекторын үлкен қылып істеп бере салыңдар деп бірден айттық. Сол сразу протектор үлкен қылып, общем, сол бірінші велосипедтеріміз, бірінші партиямыз келді, 50 шақты велосипед. Сол. Бірақ сендер конкретно рисковать етсіңдер, сразу 50 шақтың заказ. Жоқ, бізде 50 шақты ол негізі аз беріп қалдық па деп ойлап қалдық, сол кезде негізі. Сразу 100 кіріп кетті. Кейіннен сосын 50-ін заказ бердік. Енді біздер енді курьердің талабына қарай бір аккумулятор бағанағы қыстың өзінде бір примерно 6 сағат, 7 сағат жүріп атты, потому что аккумулятор ол по-любому суыққа влиять етеді. Сосын ойлана келе, в общем, 2 аккумулятор қылып заказ беретін болдық қой. Сөйтіп екінші партия мынау, осылар 2 аккумулятор қылып заказ бердік. Көрініп тұрған шығар, надеюсь. 2 аккумулятормен осыларды заказ беріп. Әйтеуір қазмен не алсам. Былай көрсетейік. Осылар дейсің ғой. Осы велосипедтерімізді алдырдық. Мотор 800 ваттық, аккумуляторлар 25 ампер, 60 вольт. Неғұрлым кішкене бірінші партиямызға қарағанда сәл күштірек, жылдамырақ былайша айтқанда. И бір аккумулятор, енді примерно среднем алған кезде 5 сағат жүреді ғой. 5 сағаттан екеуі примерно 10 сағат, бірақ бұның преимуществосы, сен мысалға қала жақтарда тұрып атсаң, бір аккумуляторың зарядкеде тұрады, бір аккумуляторың постоянно үшін жұмыс істеп атасың, тоқтаусыз істей беруге де болады да. Енді түсінем, электровелосипед по-любому мопед емес, мопедтің өзінің әңгімесі бөлек. Бірақ қазіргі уақытта енді мынау заң шыққаннан кейін бәрі право
сразу ала алмайсың. Жаңағыдай 2 ай сертификат жүру керексің. 2 ай деген ол аз уақыт емес, жалпы ол уақытта да сен жұмыс жасау керексің деген сияқты. Былайша айтқанда енді мопедке қарағанда альтернатива ретінде жақсы транспорт түрі. Негізі біз басында осы заң шықпай жатып, бірақ анау 5 қаңтарда заң шықпай жатып, ой, электровелосипед, андай тикток өздерін салған кезде, ой, жүрмейді ғой 100 километр деген не, біз күнде 200 жүреміз ғой деген сияқтылар көп болды негізі. Өте андай, ну, теріс отзывтар көп болды, велосипед не деген сияқты ше. Содан кейін не шыққаннан кейін сол мопедтер өздері звондай бастады, брат керек еді, в общем, болмайтын болды, в общем, деген сияқты сөзді. Енді былайша айтқанда біздің көрермендер уже түсініп жатыр да, электровелосипедтің преимуществосын ше мопедке қарағанда. Екеуін салыстыруға да келмейді негізі. Екеуі мысалы біреу бензин, біреу электро. Бұл велосипедтің категориясына жатады, олар мопед уже мотоциклдың категориясына жатады, былайша айтқанда. Екеуі екі нәрсе ғой, былайша айтқанда. Айтар. Қосымша жаңа мен айтайын дегенім, что сендер не только электровелик, еще мопедтің саласын мықты білесіңдер ғой, бұрында мопедтермен де айналыстыңдар, қателеспесем. Иә, біздер негізі ең бірінші өзіміздің бастауымыз, біздер Бағордада тоже точкамыз болған. Ол жерде біздер мопед сатып, өзіміз мопедтен бастағанбыз негізі. Бастаудан бері мопедтен бастадық, жақсы саттық мопедте, в общем. Жаз бойы мопедтен жақсы сатылды, бірақ қысқа таман өйстіп, в общем, осылай отырдық қой. Енді қыста онша сауда жоқ. Иә, просто мен бұл жерде айтарым деген, қазір балдар көріп жатсам, мысалы электровеликпен сен мопедпен салыстырып жатсың ғой. То есть именно саған мысалы уже салыстыруға болады да, потому что сенде и мопедпен де, и электровеликтермен тәжірибе бар да. Иә, бірақ мен былай айтайын, даже мен саған 2 жылдық па, в общем, 3 жылдық мен курьерлік опытым да бар. Өте көп жерде жұмыс жасағам, даже Яндексте, жаңағыдай компанияларда, басқа компанияларда деген сияқты курьер болып жұмыс жасағам. Жалпы курьердің темасын білемін ғой негізі. Осы электровелосипедтің арендаға берердің алдын сол көбінесе осы біздің бауырларымызға братжандар дейді ғой енді. Кішкене жақсы болу үшін арендаға өзім кезінде тоже арендаға алып мопед алып істеген 2021 жылдары, осыдан 4 жыл бұрын. Сол кезде енді 7 күн деген, сен мысалы бірінші күн келіп алып кетесің, 7 күн үшін нақты таза жүрмейсің да. И сонымен тұрды да, давайте, мен ойладым, осы 7-те бір күн подаркқа беріп отырайық, чтобы ол 7 күн нақты жұмыс істей алады, и бір күн мысалы ол демалысын істесе болады да, мысалға. Мысалға электровелосипедпен біздің арендасы 25 000 теңге, соның аренданы бір күнде шығарады. Көп балалар бір күнде шығарады, если жақсы істесе, азынан кешке дейін. Енді заказ жақсы болып жатса, әрине, бір күнде шығарып тастайды. Қалған күндер мысалға сен 7 күн өзіңе пайда. Мысалы ішінде сен еще біздің бір күн бар бесплатно, бір күн демалсаң да обидно емес та. Ол и то бізде бір аптаның тарифі ғой, бір күн подарок. Егер де 2 аптаға сразу алатын болсаң, сразу 3 күн подарокқа береміз деген сияқты. Сондай нелер қарастырғам, жалпы біздің көрерлерге жеңілдіктер. Мен енді өз басым еш жерде көрген жоқпын, ондай басқа аренда беретіндерден осылай подаркқа күн беріп, осындай. Негізі уақыттың өзі ақша ғой, былайша айтқанда, бірақ сонда да біздің көрерлерге оңай болсын деген сияқты қылып, сондай мақсатпен өзім көрер болған соң, сондай беріп жатыр. Осында жерде бір сұрақ бар. Қазір сіздердің парктеріңізде қанша электровелосипед бар? Қазіргі уақытта данный момент 100 шақты велосипед бар. Осы бір-екі күн кеп қалу керек, тағы да 100 шақты, сонымен 200 болады, құдай қаласа. Тоже осындай 2 аккумулятормен берілетін бар, иә, сондай? Иә, 2 аккумулятормен беріледі барлығы. Негізі окончательно уже 2 аккумулятормен беретін болдық қой, потому что преимуществосы проблем 1 аккумуляторға қарағанда көбірек. Мысалға мынаның объемы жаңа 1 аккумуляторға қарағанда кішірек, әрине, 2 есе кіші. Но 2 аккумулятордың, короче, характеристикасы почти 1 аккумулятормен бірдей ғой. Былайша айтқанда ше, мынадан 2 шығады деген сияқты ғой. Көрсетіп Иә, көрсетіп жүрсің болады, брат. Так. Мынада сен бағана неше ампер дедің? 45. Иә, 45 ампер. Салмағы беті бір 10-12 килодай ма, сондай үшін. 45 ампер, мына аккумуляторда біреуінде 25 ампер. В принципе, қарасаң, осы екеуінің үшін мынау біреу шығады. Бірақ бұның ұзаққа жеткенмен де сразу бір зарядпен 9 сағат, енді кейбіреулер болды.
10 сағат жүріп, біз енді курьерге берген кезде 8 сағат деп кішкене обещать етеміз. Осы жүреді деп. Бірақ кейбіреулер, ой, в общем, жаңағыдай 10 сағат жүріп жатыр, 12 сағат жүріп жатыр, экономить етті деп ше. Бірінші көріспен. Тем более сондай уақыттарға жаздың күні жетіп жатты. Қыстың күні, в общем, 6 мен 8 сағаттың арасында жүріп жатты ғой. Солай. Мыналар бір аккумуляторы, в общем, 5 сағаттан, екеуі 10 сағатқа, в общем, жетіп жатты. Енді проще мен курьерлерге түсінікті болу үшін, бізде негізі көп курьерлер аккумулятордың характеристикасын түсінбей жатады. Сосын оларға проще түсіну үшін мен сағаттан айтамын, сен брат осылай жаңағыдай 10 сағат жұмыс істей аласың, немесе 8 сағат жұмыс істей аласың деген сияқты. Сендерде осы монстр түрі ғой, электровеликтің? Иә. Келешекте осы түрлердің мөлшерімен бола ма, или бір модельдер қосымша? Негізі болашақта арендаға емес, біз негізі өзіміз сатылымда болған соң, сатылымға басқа да жақсы модельдер алып келсек па деп жатқанбыз. Качествосы мысалға басқа елдердің тоже электровелосипед негізі біраз дамыған елдерде дамып кеткен. Мысалы Американың рыногіне қарап, ол жақта қандай электровелосипедтер ұнатып жатыр, немесе Қытайда қандай нелер электровелосипедтер үшін жаңағыдай трендті дейді ғой. Таралып дамыған. Иә, дамыған сондайларын қарап, мысалға сөйтіп жалпы исследовать етіп өзімізге де осындай электровелосипедтер алып келу планда бар. Тек пока планда, енді қазіргі уақытта кішкене финанс жағынан да кішкене қарау керек деген сияқты. Сондықтан да алда көреміз ол жақтан. Келесі сұрақ бар. Қай аймақтарда немесе қалаларда қызмет көрсетесіз? Тек Алматыда ма әзірге? Әзіргі уақытта негізі Алматыда, алдағы уақытта бірақ Астана қаласына көрсек па деп отырмын, потому что Астанада да доставка кішкене дамыған. И ол жақтың бір проблемасы, енді почти 8-9 ай суық болып тұрды ғой жақта. Оған енді Астанаға біраз дайындалып бару керек сияқты аккумулятор жағынан. Қандай да бір утеплениесін ойластырып па, сондай в общем қарап бару керек. Ең басында қандай қиындықтар болды? Ең басында енді білмеймін, біздер енді елу келді, келген кезде в общем бере бастадық новойдан. Уайым болды, шыны керек. Бір курьерлер келеді, түрлеріне қарайсың да енді шынымен жұмыс істегісі келіп жатыр ма, или алдап кете ма деген сияқты. Психолог болу керек дейсің ғой. Иә, в общем сөйлесесің, жаңағы сұрақтар қоясың, сондай бір қиындықтар болды, кішкене қорқыныш. Енді новый великті алып келесің де, елу шақты танымайтын, білмейтін адамдарға бере бересің, бір 25 мың, 21 мың теңгеге. Ол да былайша айтқанда бір қорқыныш болды, бірақ кейіннен үйреніп кеттік. Уже данный болатын болсын, уже бір осы істеп жатқанымызға бір 8 ай болды ғой, ноябрьден бері ма? 8 айда болып қалды. 8 айдың ішінде, в общем, кішкене біраз опыт жинап қалдық, бастапқыға қарағанда. Ең басында былай болмаған ба? Мысалы, біреуге жалға беріп, сосын телефонды алмай қойып. Негізі мен таныстарым бар, мопед беретін, көбінесе арендаға. Олардың айтуы бойынша енді жалпы мопедті ұрлайтындар көп, өте. Алматыны жалпы өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз де мопедтеріңізді ұрлатып алған шығарсыздар жалпы. Өте мопедтің ұрлайтын өте көп бізде. Велосипедтің контингентіне қарайтын болсақ, кішкене бұяқта енді тек қана бұл былайша айтқанда жұмыс істеуге ғана арналған, қатты жүрмейді. Андай бұдан тек жұмыс істей аласың, ары бері тіршіліктеріңе жүрмесең, ол в общем зиянынан қарағанда пайдасы көп та. Мопедте бізде айдайтындар ол жақта жас балалар, жаңағыдай деп в общем ләкілдеп жүрген балалар деген сияқты. Сондай балалар болған соң ұрлықтар да көп болды ма? Потому что сондай сияқты ғой. И арендаға берген кезде жаңағы коллегалар мопед беретіндер осындай көп айтатын, осындай болып кетті, ұрлап кетті, бүйтіп кетті деген сияқты. Айына 2-3 мопед жоғалып тұрады деген сияқты. Қазірде прикинь, андай номермен учетқа қойды ғой мопедтерді. Бізде группада болды, почти 2-3 күн сайын бір мопед ұрланады. И то бізге группаға жіберетін. Жігіттеріне кім көретіні айтып жүріңдерші деп, номермен де мопедтерді ұрлай береді сондай. Иә, сол айтып отырмын. Енді велосипедте онда кішкене азырақ, может быть, енді қазіргі уақытта сондай шығар, бірақ алда көбейетін шығар, білмейміз. Бірақ осы 8 айдың ішінде пока электровелосипедтер бізден ешқандай ұрланбады. Шүкір десем де болады, Аллаға шүкір. Ондай ешқандай жағдай жоқ. Тек болды моменттер, андай в общем, бала төлей алмай қалады да, арендадан, сонымен телефонды алмай,
кішкене андай енді былайша айтқанда потеря болып иә потеря болып в общем сондай ондайларды уже сразу үйіне іздеп барып сөйлесіп тауып іздеп GPS-пен қарап сөйтіп алып қайтамыз. Сонда бір 3-4 момент болды, көп те емес негізі. Мопедке қарағанда ондай жағдайлар өте аз жалпы. Вандализм бір жағдайлар болған ба или сирек? Вандализм дегенде қалай сонда велосипедті бұзып тастап, сындырып тастап? Скорее всего сондай, егер де былай бұзып тастап әкеліп жаман қарап. Негізі вандализм жалпы ол адиист дегенді айтпаймын, иә? Бұл адиист деп бұзып тастап жалпы. Иә. Олай келтіру емес, былай келтіріп айтсақ болады. Немқұрайлы қарайды деп ше, қазақ тілінде айтатын болсақ. Бізде негізі басында 18 жастан бастап беретінбіз. Осы Майрент деген компания сояққа біз барған кезде олар 21-ден береді екен да. Сосын бізден не үшін 21-ден береді, неге ондай үлкен жаспен қарайды деп біз өзіміз 18 жастан беріп жүрдік та. Кейіннен сөйтіп 18 мен сол 21-дің арасында балалар бізде үшін велосипедтерге немқұрайлы қарайтын болып кетті. Өте проблемалар көп, жаңағыдай велосипедтің бір жері түсіп қалады, техника ғой, бұл да вибрациядан салдырлайды, крылалары түсіп қалады, или болмаса артындағысы болттар босап кетеді. Босап кетсе де үшін жүрсе болды деп айдай беретін болды да. И жаңағыдай исследовать етіп, в общем, көп жаңағыдай жағдайлар болған соң 18-19 жастар балалар, студенттер ғой енді былайша айтқанда. Сол балалар үшін проблемалар көп болғандықтан кейіннен в общем сөйлесе келе 21 жастан беретін бола бастадық қой велосипедтерді. Қазір де сондай 21 жас? 21 жастан. Бізден сұрап атады негізі ше, 21 жастан неге 21 жастан не үшін ала алмаймын, мен 18-ге толсам болды ғой деген сияқты. Просто дело ответственностьте дұрыстап қарамайды, сол себептен 21 жастан бере бастадық қой. Енді ренжуі мүмкін, типа разница не, ол адамға байланысты деген сияқты. Енді біздің исследованиеміз бойынша, жаңағыдай қарауымыз бойынша, бізде аренда алып жүрген кезде 18 жастағы мен сол 21 жастағы балалардың арасында проблемалар өте көп болды. Потому что олар енді мектеп бітірген балалар 11-ші класста. И олар енді үлкен өмірге былайша айтқанда енді танысып жатыр, олар пока ответственность әлі кішкене сезіне білмейді. Басқа жұмыстарда істеп көрмеген. Иә. Көбісі үшін енді өсіп келе жатқан жігіттер ғой былайша айтқанда. Сондықтан да кішкене 21 жастан көтеріп қойғаным себеп сол. Сұрап жатсаңыз, ертең бізде не үшін 21-ден деп жатсаңыздар, осы себебі жалпы. Веловодтың несін каналында айтып кетейін. Сосын мына жерде мынандай сұрақ бар екен, техника мен қызмет көрсету қазір механик жағынан нормально отыр ма? Мен где-то 1-2 ай бұрын көргенмін, сіздер нені іздегенсіңдер, механик жөндейтін адамдарды. Иә, жалпы бізде Алматы қаласында электровелосипедті түсінетін, енді механический жағынан бөлек, жаңағыдай электричество жағынан түсінетін адамдар негізі өте аз. Қолмен санап айтуға болады жалпы. Қазір керек па ондай механиктер или пока бар ма? Қазіргі уақытта керек емес. Қазір өзіміздің Нұрлан ағамыз бар. Балалар біледі, бізде арендада жүрген. Сол кісі өзі жалпы біраз уақыттан бері опыты бар. Астанада жаңағыдай самокаттар жөндеген, бытовой техникалар жөндеген, сондай да. Сол кішкене. Сонымен пока шүкір, енді андай қиын мәселелер болып жатса, осы жақтағы өзіміздің местный компаниялар бар, которые уже бұл теманы полностью 100% білетін, соларға көмек сұрап барамыз, осындай болып жатыр деген сияқты. А так негізі электровелосипедте көбінесе ол механически бұзылады, жаңағыдай бір жері босап кетті, соны қатыра салу керек деген сияқты. Көп бұзыла бермейді. Мопедке қарағанда тағы да бір плюсы, көп ештеңе обслуживать етпейсің, мысалға сүріп тазалап тұрсаң болды. И ешқандай май құймайсың, не қылмайсың. Өзі, в общем, былайша айтқанда көп бұзылатын деталь жоқ, тек қана 2-3 деталь ғана бар, маңызды. Сол детальдар ғана. Өзің жақсылап айдасаң, в общем, жүре береді ғой. Қазір мысалы сіздерде сервисте неше электровелик тұр, сол неде? Проблемамен ба? Байтылған. Типа жөнделмей тұрған деп айтсың ба, или қалай? Жөнделмегенмен или бір мелкий бір фикс ететін бір жерлер болса. Жоқ, бізде қазіргі уақытта барлығы арендада электровелосипед. Сапасы жақсы екен. Тек бір велосипед қана бізде ремонтта, оның моторының, в общем, бір датчик қолдары деген болады. Сол датчик қолдарын
ауыстырғанбыз негізі, ауыстырып курьерге беріп еді, сол қайтадан келесі күні сол проблема қайтып келді. Сол тек қана бір велосипед қана жөндеуде шығар, қалғандары арендада былайша айтқанда. Ал егер де бір заводской брак болса, оны қалай шешесіңдер? Курьер бағамен мысалы, вот кетіп бара жатты, моторы вот датчик болады, істемей қалыпты мысалы. Жоқ, бізде мысалға былай механический поломкамен и электрический поломка болады мысалға. Енді жаңағыдай курьер бірдеңе өзі сындырып жатса, пат алып жатса или болмаса бір дефект болады ғой, по-любому ол бірдеңе сындырса, оның уже артында последствиясы болады да. Көрінеді, мысалы ол құлатқаны көрінеді или машинамен соғысқаны по-любому көрінеді. По ситуации дейсің. Иә, по ситуации. Біз енді курьерлерге берген кезде айтамыз, осылай егер де электровелосипед өзі бұзылып жатқан жағдайда, өзі бұзылғанда не ол тек қана максимум жүрмей қалады или болмаса бір светі жанбай қалады деген сияқты ғой, электричество жағынан. Оған полный өзіміз жауап береміз. Контроллер күйіп кетіп жатса да өзіміз жауап береміз, потому что енді тек қана бірақ жағдайда ғана электровелосипедтің контролін күйдіріп жібере алады курьер, егер де оған екі адам болып отырып или болмаса ауыр салмақ қойып жаңағыдай. Желательно екі адам отырмаған дұрыс дейсің. Иә, екі адам болып отырмаған дұрыс, потому что бұл жақта қызатын элемент ол сол контроллер мен моторы қызады, нагрузка түскен кезде ше. И бұда охлаждающий ештеңе жоқ та, бұл да тек қана әшейін тұрады. И содан қатты қызып кеткеннен ішінде транзисторлар күйіп кетеді да. Сондай жағдайда енді оны білмейсің, ондай жағдайда ол өз жүрді ма или өз күйіп кетті ма, бірақ өзіміз енді осы уақытқа дейін күйген контроллерларды өздеріміз ауыстырып жүрдік қой, былайша айтқанда. Мысалы, қыста қандай проблемалар болды? Қыста сол негізі тек аккумулятормен ғана, жаңағы бір аккумуляторлық велосипедіміз болды, солар ғана болған шығар. Кішкене аккумулятордың несі түседі, пайызы түседі, жүру уақытысы. Потому что суықтың өзі влиять етеді. Сосын қыста проводка жағынан кішкене проблемалар болды. Проводка үшін қатып қалады, қатты салқында. И бүйтіп бұрылған кезде велосипед сол кезде үшін сынып кетіп жатты ғой проводка. Оның шешімі бар ма екен или ол? Жаңағындай паять ете саласың, бір-біріне қосып жалғай саласың, термосатпен отырғызып сондай. Ол енді үлкен проблема емес негізі. Жалпы кішігірім сондай нелер болды. Оны кейіннен келе очень проблемасын шеше бастадық қой, чтобы бүткіл кассасын, мысалға проводкасын неге гофраға отырғыза бастадық. Гофра деген жаңағындай ненің сыртында тұрады. Очень білесің ғой, қорайтын. Иә. Мына жерде бір сұрақ бар екен да, ол конечно более конфиденциальный. Оны Юрий Дудь қоятын сұрағы ғой, сколько ты зарабатываешь дегенше. Бұл жерде былай жазады, бұл бизнес қаншалықты табысты дейді. Өзің былай примерно айтсаң болады. Сколько мы зарабатываем, да? Бірақ ол бұл жерде допрос емес та, мен сразу балдарға айтқам, что именно табыс жағынан, мысалы, әрқайсысы өзінің жұмысымен айналысады, мысалы, курьерлер болсын, нелер болсын, көп табысын айтқысы келмейді да. Бірақ в принципе былай қарағанымен хотя бы бір плюсқа шығып жатсыңдар ғой, минусқа қарағанда. Шыны керек ол сұраққа жауап беру өте қиын. Потому что енді по-любому енді көп айта бермейді, не қыла бермейді, бірақ былай айтайын, шүкір болады, қатты бір не жатқанда жоқ, бірақ бүткіл сол тапқанымыздың бәрін өзімізге емес, в общем, наоборот, фирмаға дамытуға жұмсап жатырмық, былайша айтқанда. Курьерлерге ертең қалай ыңғайлы болады. Енді шыны керек жұмыста енді көбінесе курьерлерге деп мен көп тәпт етемін, былайша айтқанда. Менде мысалы жұмыста мынау курьерің сен бүйтті или мынау сөйтті деген жоқ, может ол ондай емес шығар, ол нормально шығар деген сияқты көп тәпт етемін. Жаңағыда бізде условияны қарасаңыздар, бізде комплектте көп заттар береміз. Осы уақытқа дейін негізі арендада ешкім ондай комплект бермеген, неге бермеген. Сумка, термосумкасынан береміз да бізде. Сол кезде де басында да очень тәптеп осындай берейік курьерлерге не қылайық деген сияқты. Қыста бір комбинезон сияқты бірдеңені көремін, қап-қара бір. Иә, дождевик қой бізде былайша айтқанда. Дождевикте берсең, в принципе, приятно ғой курьерлерге, бірақ көбісі жыртып алып келеді, шыны керек сол дождевикті. Так, былайша айтқанда өте жақсы дождевиктер, бізде курьерлер көбісі. Мынаны сатыңызшы маған, в общем, сатыңдар дейді, енді бірақ бізде өзіміз былайша айтқанда санаулы алып келгендіктен әр велосипедке шыны керек сата алмадық. Сосын қызықты оқиғалар дейді. Қызықты оқиғалар. Или бір естелікте қалған бір.
қызықты оқиғалар сол енді білмеймін, былайша айтқанда бір жағдайлар болған. В общем, бір орыс курьерге электровелосипедті бергенбіз, новый дөңгелекпен, новый немен. Сол, в общем, біздің каналдан да көрсеңіздер болады, 5 күннің ішінде мынандай протекторы бар нені, в общем, 5 күнде осындай протектор жоқ қылып келген ғой. Мынаны қалай істедің десе, в общем, білмеймін, өзі солай болды деп, в общем, сондай неше түрлі курьерлері бар. Енді жалпы орыс деп айтқанмен де не емес, андай бір тоже орыс курьеріміз болды. В общем, 5 ай бойы түрін көрмеген ғана электровелосипед. Негізі мопедті арендада беретін алсаңыздар, білесіздер, олар сіздерді жаңағыдай май ауыстыруға, несін обслуживание шақырып тұрады. А бізде ондай емес та, бізде пока электровелосипед жүріп тұрса бол, бәрі жүре береді да. Бір курьерді 5 ай бойы түрін көрмеген, алып кеткен кезде ғана болған. Менде мында аты жөні жаңағы нөмір болады, апта сайын жазып тұрамын, арендасын сұрап. И бір Свидский Артур деген жігіт бар әйтеуір, сол 5 айдан кейін кезде сен біздің курьерсің ба дедім ғой. Біздің велосипедпен алып жүрген курьерсің ба? Бәрі четко келді ма сосын? Таң қалдым. Ең қалай айтсам болады, ең андай біздің курьер, который новый қылып алып кетті. И бетіндегі экранның салафанымен, несіндегі салафанымен әкетіп берді, қайтадан новый қылып тапсырды ғой. Таң қалдым сол кезде. Ондай курьер жоқ шығар. Сол біздің электровелосипедпен жұмыс істеп арқылы өзіне ақша жинап, қазір электровелосипед сатып алды. Сөйтіп оған айттым, сен бізге измена жасап жатсың, сонымен, в общем, кетті ол жігітте. Рахмет ол жігітке де, былайша айтқанда. Бізде олмен жұмыс істеуге қалай айтсақ болады, кішкене қуандық. Бізге де жақсы болды, өзіне де жақсы болды. Лишний раз андай біраз моменттеріне көмектесіп, бізге мысалы қазір уақытқа дейін ол курьер келіп тұрады әлі де. Жаңағыдай электровелосипедті жөндетуге, сұрақтар болса қандай да бір соларды келіп өте жақсы болды, былайша айтқанда. Ремонт пока тек өздерінің велосипедтеріне, басқа ремонтпен айналыспайсың? Енді пока сондай. Бірақ жалпы алда планда бар. Бірінші енді бір нәрсені айналыспай тұрып, өзің сол нәрсені жақсылап біліп алу керек қой. Бізде енді әлі де электровелосипедті білмейтін жерлер бар. Тем аренда беріп жатсақ та, өзіміз пока білетін адамдардан сұрап сөйтіп жүріп жатқан жерлер бар. Соны біліп алсақ, ертең егер де жақсы осындай істей алатындай жағдайға жетіп алсақ, алдағы уақытта мастерской ашатын шығарамыз. Негізі пландар көп, мастерской, чтобы осы электровелосипедтерге запчастьтар сататын пландар бар мысалға. Сондай сияқты үшін көреміз алдағы уақытта. Бізде Қазақстанда электровелосипедтер, мопедтер нарығы қалай дамиды деп қоясыздар? Негізі электровелосипед алдағы уақытта жоқ дегенде бір 2 жыл жақсы болып тұрады. 2 жылдай, 1 жылдай, жоқ дегенде 1 жыл осындай спроспен, осындай. Спрос өте жақсы қазір электровелосипедке, потому что көбісінде права жоқ, мопедке, несі жоқ. По-любому аргументтер бар да, мысалы электровелосипедте. Ең бірінші аргумент ол безопасный транспорт түрі. Чем мопедке қарағанда, по-любому сен мынамен 30-бен жүресің да электровелосипедпен. И сол 20-30 мыңды сол бір күнде табуға болады, мопедпен тауып жүрген ақшаңды. Енді мопедпен может одан да көбірек табатын жарсың, потому что заказдар преимуществосы бар да оған. Бірақ сонда да, в общем, бұған ешқандай права қажет жоқ. Ең бірінші тоже аргумент. Екінші аргумент, былайша айтқанда. И сол критериймен, получается, ол біраз уақыт бойы спроста болатын сияқты, сондықтан да 2 жыл алдағы уақытта. Может, мен көргенмін, в общем, осындай электротранспорттар Тайванда ма, в общем, андай қатты дамып кеткен да. Олар осындай өздері құрастырып, андай водяное охлаждениеде аккумуляторларын жинап, в общем, короче, андай. В общем, бізде мопед қалай дамыған, оларда да осындай электровелосипедтер дамыған. Тайванда, по-моему, вообще осындай мопедтер прям жестко дамыған да Тайванда. Значит, электролар, олар электронды мопедтерді бәрін дамытып жіберген. Сондай бірдеңесі бар. Потому что ояқта основной транспорттары осы 2 дөңгелек техника ғой оларда. Мысалға, анау жаңағы таксилардың өздері немен жүреді ғой? 3 дөңгелек не дейді анау бірдеңе? Трицикл сияқты. Жоқ, тағы бір атауы бар. Рикша де ма? Рикша ма сондай сияқтымен өздері таксовка істейді ғой, былайша айтқанда. Негізі бізде де Алматыда сондай болса жақсы болатын сияқты, негізі пробка кішкене азаятын сияқты ма? Мен де балдарға былай әзір ретінде айтқан, по идее, можно андай по пути таңертең біреу тұрса, мопедпен номер тұрсам, подрабатывать етіп. Астанада даже мото такси ашылған.
бірақ қазір білмеймін қалай дамып жатқанын. шыны керек мототаксиға білмеймін енді ол көп адамдар кішкене қорқатын шығар, кейін отыруға сондай бір проблемалар болуы мүмкін. Мен ойымша сондай бір кішкене более безопасный транспорт дұрыс рикша сияқты бір транспорт болса, таксовка істейтін, сол кішкене жақсырақ болатын сияқты. Иә. Кішкене қатты жүрмейді, былайша айтқанда 40-50-мен ғана осы қаланың ішінде мысалға деген сияқты ше. Тем более еще электро болса вообще дерзкий болады. Егер де андай автобустың бағасы БРТ-лер сияқтыларды көбейтсе и сондай рикшаларға рұқсат етсе жүруге. Иә, негізі жалпы инфраструктура дейді ма, қалайша тілім келмей қалды. Сондай кішкене дамыса, жолымыз кішкене дамыса, Қазақстан алдағы уақытта өте көп сондай транспорттар түрлі жүруге болатын сияқты. Сосын менде жаңа қосымша электровелосипедтерді байқасаң, қазір тек жұмысқа доставкаға емес, өз үшін алатындар көп. Мысалы қалада мен леопардтармен көбін көрдім да, уже мужиктер 30-35 қақтағылар курьеркада істейтін сумкасыз біліп тұр да, өзі біле себе жүрген. И базар жоқ дедім, даже мопедпен ондай болмағанда, просто елдерде велик десең, электровелик оңай сезіледі да, олар мопед деген сөзден сәл қорыққан и для себя да көп алып жатыр екен электровеликтерді. Иә, мен саған былай айтайын, даже родной, мен өзім самокатпен жүрмін, потому что мынаяқтан очень машинамен пока бір негізі самокатпен 15 минутта 10 минутта келемін мынаяққа ше. Машинамен очень осы жұмысқа келу үшін бір 25 минут, жарты сағат уақытың кетіп қалады. Пробкада тұрып қаласың, светофорда тұрып қаласың. В общем, чем машинадан қарағанда қаланың ішінде үшін самокат, сондай электровелосипедпен жүрген өте жылдамырақ, көп уақытында экономия жасайды. И андай мопед дейтінде қарағанда очень безопасный транспорт тұр, кішкене өзің дұрыстап жүрсең. Енді мен самокатым өзі де қатты жүрмейді, әрі кетсе бір 30-пен жүреді. 30-да үлкен қатты скорость емес қой былайша айтқанда, бірақ зато соның өзінде 10 минутта, 15 минутта жұмыста боламын былайша айтқанда. Андай рейд, ОПМ-дер жайлы қалай ойлайсың келешекте электровеликтерге не болатынын? Енді біздің шыны керек Қазақстанның білмеймін енді заңнамасы қалай болатынын, бірақ біздің көбінесе заңдар Россияға қарап, СНГ-ға қарап құрастырылған ғой жалпы. И ояқта зерттеу бойынша енді Россияда да электровелосипедтерге көп болып кеткен соң очень проблемасы көп болғандықтан ояқта да бір андай индикационный номер сияқты, госномер емес, каждый велосипедпен, каждый самокаттың өзінің типа индикационный номері болады екен адамға тіркелгенше. Типа сол номер арқылы біліп камерадан ше и административный штраф сала береді. Сондай бір нелерді көргем, может сондай болатын шығар алдағы уақытта. Потом егер де бір осы электровелосипедтер өте тым көп болып и қандай да бір мопед сияқты проблемалар туындап жатса, может сондай болады. Енді пока ол уақыт келем дегенше енді жоқ дегенде бір 1-2 жыл ғой. Иә. Польшада тоже көрген шығарсыңдар. Иә. Жалпы бір жаңалықта шығып жатты ғой, нөмір қояды деп. Енді көреміз, ол уақыт келсін. Уақыт келген кезде біздер жестко по-казахски ғой, в общем, жаңағыдай келген кезде, тақалған кезде, сол кезде жұмыс жасай бастаймыз. Иә. Алдын ала дайындалмаймыз. Қандай бір сертификат дегендер пока жоқ болып берді да? Біздер енді заводтан алғанға сертификатын жалпы біз өзіміз сұрамадық оған, ешқандай да не сертификат пока не керек емес. Енді заңда көрсетілген қазіргі уақытта бізде электровелосипедтің жалпы педалі болса, жаңағыдай мускульный силамен тебілетін болса велосипед, сол уақытта үшін есептеледі. Иә, электровелосипед саналады да, оған ешқандай. Моторларында артында, то есть моторлардың өздеріне жазуы жоқ болып аттардың неше ватт екен? Шыны керек біздікіне қарамадым, может. Просто мен кейбір великтерді байқағам базарда 500-1000 ватт деп жазып жүргенше, мен сол базардағы иелеріне айтқам, лучше ананы заводта теріс партияларды жазуды аттаңдар, потому что 250 ватт деп па? 240 даже. 240, иә. Иә, Россияда да сондай, біздер товар сатып жүрген кезде сол сөйтіп жаздап бере аласыздар ма деп 240 ватт. Негізі бізде енді былайша айтқанда пока полициялардың өзі бұл техниканы көп біле бермейді ғой. Иә, сол пока олар білмегендіктен деп айтайын ба, онша былай қатты тексеріс, қатты не болып жатқан жоқ, бірақ егерде
болашақта тексеріс болып жатса жалпы сол керек. 240 ватт қылып моторға жазатын шығармыз жалпы. Сөйту керек, потому что мен қазір қосымша айта кетейін, где-то 2 жыл бұрын мен тиктокта мопедпен солға бұрылу жайлы деген видеолар түсіретін едім да. Ол кезде оны балдар да мен түсінбеді, қалай да қалды. Сосын полиция қызметкерлері ешқайсысы білмеді. Потом 1-2 жыл өтті, и сол солға поворотпен бәрін тоқтатып бастады ғой. Ол кездерде ешкім солға бұрылуға болмайды деген білмеген мопедпен же. Мопедпен жүретіндерді, полицейскийлерді, сосын Мен саған бір бастады. жағдай айтып берейін, брат, осы солға бұрылу туралы. Мен как раз мопедпен жұмыс жасап жүремін, и дос балам айтады, өзім жаңағыдай заведениесі болатын да. Сендерге солға бұрылуға болмайды, білесің бе деп айтады да. Ей, жоқ, құрсын, қой, болмайды, ондай болмаған емес, всегда бұрылып жүрмін ғой. И осында, онда никогда болмаған, бұрылып жүрмін всегда, онда заңда жоқ деп ше. И сонымен спорт етіп 10 мың теңгеге. И бір аптадан кейін мен солға бұрылғаным үшін штраф салған, сөйтіп 10 мың теңге бердім, сөйтіп сол именно солға бұрылғаным үшін, в общем, жаңағы бізде как раз аэропорт жақта Сүйінбайға қарай шығасың ғой, былай қарай, неге қарай, солға бұрылып шығасың. Ол кезде еще тоқтатады деп ойлаған жоқпын. Бұрылғаннан кейін келді де тоқтатып, в общем, штраф салып кетті ғой. Сол кезде сөйтіп қызық болды жалпы. Енді өзің айтпақшы, көреміз алдағы уақытта егерде қандай да бір рейд бірдеңе болып жатса. Енді қазіргі уақытта тек сол электровелосипедтің педаліне қарап жатыр. Педалі енді түріне қарасаң енді тоже велосипедке ұқсау керек қой, андай дәу мопед алып, оған бір мысалға электромопед алып, оған педальді салып қойсаң, конечно, айтады ғой. Иә. Мынауың сенде электромопед қой деп ше. Сол себепті тоже түріне де ұқсау керек қой, енді максималды сенің транспортың электровелосипедке ұқсау керек үшін. Дұрыс сөз. Маркетинг және жарнама дейді. Қалай рекламаны не қыласың? Брат, шыны керек айтайын, қазіргі уақытта бізде еш жерде реклама болып жатқан жоқ. Олукстанда объявленияларды алып тастағанбыз, то что аренда үшін 1-2 ай болып қалды уже алып тастағанымызға. Неге? Потому что бізде енді жүз-ақ велосипед болғаннан кейін электровелосипедтің өте жаңағы звоноктар көп сұрайды. Сол себепті нөмірді өшіріп, мүлдем басқа былай тек WhatsApp-пен ғана сөйлесетін не қылып, жалпы WhatsApp-тың өзінде де күнде жүреді электровелосипед аренда. Былайша айтқанда сарафанканың өзі былайша айтқанда бізге жетіп отыр. Жаңағыдай босса электровелосипед курьер табуға ше. Потому что сендерде сервис жағынан, сапа жағынан жақсы, елдер бір-бірлеріне ұсыныс етіп жатыр еді. Иә, сондай ғой деймін. Енді шыны керек бізде енді пальон барлығына көңілін таба алмайсың ғой. Енді болды моменттер, кейбір клиенттерге біздер ұнамадық, біздің жұмысымыз ұнамады. Бірақ енді былайша 80%, 90% курьерлерге біздің условиямызбен сервисіміз өте, былайша айтқанда жақсы. Енді біздің тугисқа да кіріп көрсеңіздер болады, енді отзывтар бар жаман. Ол бірақ біздің жаңағы телефонға жауап бермеді, немесе курьермен общем жаңағыдай велосипед постоянно жоқ деген сияқты отзывтар. А так біздің сервис туралы осындай қылды, мынандай қылды. Уже сендермен жұмыс бастағаннан кейін уже бәрі позитивный дейсің ғой? Иә, жұмыс бастағаннан кейін. Жұмыс болған кезде. Енді жалпы шыны керек өзім сияқты қарапайым балалар болған сияқты, мынау курьерлер сияқты. Өзім де кезінде курьер болдым. И оларды көп жағдайда өзім түсінемін, түсініспеушілікпен қараймын. Біз даже мысалға бірдеңе сынып құртылып жатса да, курьер құртып жатса да, біздер Қытайдан алған бағасын сол қанша тұрады біз запчасть мысалға, сонша теңгеге қоямыз, үстінен қосып, андай бір запчастьтан пайда көріп қалайық деген ондай өзімізде планда жоқ та былайша айтқанда. Түсінікті. Так, вроде бәріміз талқыладық. Өзінде бір қосымша айта кететін заттарың болса, қай жерлерде біз сұрақтар, қайсын талқыламадық мысалы? Енді шыны керек, жалпы бізде электровелосипедпен заңда жазылған, негізі торторда, по-моему, бір ограничение бар, шатаспасам. 25 км сағатына ма, сондай. Иә. Бізде енді қазір уақытта көп курьерлер тортормен, в общем, 40-50-мен, 40-на велосипед өзі 40-пен жүреді, сондай сияқты қатты жүреді. Негізі алдағы уақытта мопед сияқты жаңағындай проблемалар болмау үшін, қазірден былайша айтқанда, енді өздерінің жұмыс істегендеріңізге қиын болмау үшін, қазірден тортормен жай жүріп, жаңағыдай, енді более культурно, более не қылып жүрсеңіздер, өздеріңізге жақсы болады.
эгер де бирөө сөйтүп жүргөнүн көрсөңдөр айтып кетиңиздер, босоп жүрмеңдер, ертең сендердин кесірінен біздерге зиян тиіп кетеді деген сияқты. Потому что бізде Алматыда білесіздер ғой, бір ай үшін жағдай болып, ой осындай курьер электровелосипедпен қақып кетті десе, бүткіл нелерге жаңалықтарға шығып кетеді. Осылар басталды ма мопедтен деген сияқты. Сондықтан да сіздерге айтарым, кішкене более культурно жүріп, более светофорда тоқтап. Вообще негізі заң бойынша біздер светофорда электровелосипедтер қолына пешеходпен алып түсу керек. Енді бізде бүйтіп өте салады, не қылып түсінесің, енді еріп тұрғанша түсу керек. Бірақ сонда да, ну, старайтесь хотя бы анда-санда сөйтіп түсіп өтіп кішкене әдетке айналдыруды. Потому что сіздер осы арқылы жұмыс жасап жатсыздар. Осы арқылы жаңағыдай өздеріңіздің финанс жақтарынан тұрақтап дейсің. иә, ақша тауып жатсыздар деген сияқты. Сол себепті тек өздеріңізді ғана ойламай, басқа адамдарды да ойлап, что басқа адамдар қиналып қалмау үшін более культурно жүрсеңіздер, главное сол нәрсе айтарым. Көп рахмет. Негізі бұл интервьюді мен өзім жазғам, соны түсірейік деп. Себебі осы жылы электровелосипедтердің тақырыбы көбіне қызықты болды. Бізде де балалар күнде сөйлеседі электровеликтер жайлы. Қазір мен есіме түсті, залог көп жерлерде 40 мың екен, сіздерде 10 мың, иә, залог? Жоқ, ол, наверное, 40 мың деп сен арендасымен бірге естіген шығарсың жалпы, брат. Мүмкін. Иә, потому что 30 мың теңге арендасы и 10 мың теңгесі залогы общий 40 мың теңге ғой, получается. Сондай. Иә. Бізде мысалға 10 мың теңге залог и 25 мың теңге аренда общий 35 мың теңге шығып тұр да. Бірақ залог енді былайша айтқанда біраз жерде курьерге көмектеседі да. Мысалға ол ертең жұмыс істеп келген соң велосипед тапсыратын кезде бір жер сынып қалса, ол кішкене хотя бы осының андай бір гарантиясы. Финансовый подушка. Иә, финансовый подушка ғой, былайша айтқанда. Егер де ол қандай да бір проблемамен ақшасын аренданың ақшасын сала алмай жатса, біздер айтамыз, сен брат, залогың бар ғой, бір 3 күннің ақшасына жетеді, короче. Күнмен санайтын болса, 3 күнге дейін күте аламын. 3 күннен кейін сен залогың ақшасы жоқ, обязательно келіп өткізу керексің деп айтамын да. Енді көбінесе сол залогтың арқасында, енді айтамын ғой, өздері де көріп отырады курьерлер. Көрдің бе, сен қазір залогың болмағанда сен 2 есе төлейтін едің деген сияқты вообще. Сондықтан да залог ол бізге де жақсы, курьерге де жақсы, былайша айтқанда ешқандай зиян жоқ. Егер де бәрін әкеліп беріп жатса, енді көбісін андай сұрадым курьерлерден, не залог берген, не үшін, неге, не істеп жатсың, ойланып жатсың деп ше. Сөйтсем айтады, сендерге сол қайтармайсыңдар ғой залогты деген сияқты. Сонда бір-екі пікір естіп қалдым да. Айтамын, егер де бізде бәрін жақсы әкеліп жатса, залогтардың бәрін қайтарып береміз, ол бізге лишний ақша керек емес, лишний керек емес, сондықтан ол жағынан уайымдамаңыздар жалпы. Вот ең минимальный уақыт бір аптаға беріле ма или бір ай? Бір аптаға біздер. Иә. Күндікке сұрап жатады, күндікке сұрайтын болсақ өте жұмыс көп болып кетеді ол. Күнде тапсырып, қабылдап, былайша айтқанда лучше бізге минимально бір аптаға берген ыңғайлы. Бір жалға алғандар бар ма? Иә. Туристерден біздің енді бір-екі случай болған, әшейін просто жаңағы бір апта қалада ары-бері жүру үшін электровелосипедті алғандар болды. Ол туристер емес, өзіміздің қазақ бауырлар Ақтаудан келіп, осы қаланың ішінде жаңағы көріп қайтайын, жүріп қайтайын деген сияқты электровелосипедті алғандар. Бірақ егер де туристерге ол другой контингентті ғой, жақта сен басқа кішкене нан қарағанда мықтырақ электровелосипед дайындау керек, потому что олар тауға барады, қайқа барады, тауға барады, обязательно. Ол тауға көтеру үшін сен жаңағыдай моторың күшті болу керек. Минимум 3000 ватт содан жоғары. Иә, минимум 3000 ватт или 2000 ватт деген сияқты. Контроллері мықты болу керек, қызып кетпейтіндей деген сияқты. Сол себепті ол өте басқа андай другой контингент. И ол жақта мен ойымша былайша айтқанда клиент қазіргі уақытта көп болмайды. Сезонный ғой, былайша айтқанда. Тек жазда ғана болмаса, ертең қыста по-любому алмайды ғой электровелосипедті ше. Бізде курьерлер круглый год бойынша алады, потому что жаңағыдай айтып өткендей мопедке қарағанда қыста более осы транспортпен жұмыс жасаған удобно да. Құласаң да үшін былай, мен енді құлағандар көп болды қыста осымен. Құласаң ба үшін жеңіл құлайды екенсің ше мопедке қарағанда. Иә. Вроде все. Көп рахмет, брат. Келешекте тағы да кездесейік. Тағы да
жаңа бір нелер болса, бір өзгерістер, жаңа бір транспорттар жайлы талқылап. иә, алдағы уақытта енді электровелосипедтер біздер өзіміздің брендпен алып келіп сатамыз. Біздер енді электровелосипедтің минустарын зерттеп, жаңағыдай ну совершать етіп, короче, ну жақсартып, одан сайын солай электровелосипедтерді алдағы уақытта сатпақшы ойдамыз, чтобы енді біздің жамандаған емес, енді бірақ бізде қазір уақытта былай айтатын, мысалы мопедте кезінде болды ғой, Лия, Бинали, ой жақсы осылар деген сияқты сондай брендтер болды да. Біздерге қазіргі уақытта электровелосипедтен осы велосипед жақсы деп айтатындай пока ондай ешқандай бренд жоқ. Сондықтан алдағы уақытта сондай бір өзіміз алдағы сол жақын арада уже келеді уже сондай электровелосипедтер өзіміздің брендпен. Планда бар жақсы электровелосипедтер өзім чтобы көрерге предлагать ететіндей бар ғой. Все, оны Качествосы күтеміз. жақсы. Обязательно. Сол онда. Саған да рахмет, Рахмет, от души.